Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номері 168-ші сабағымызды бастаймыз. Қорытындылау. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік күні. Сен өз біліміңді қорытындылайсың. Бірінші есеп, А нұсқасы. Есеп бойынша өрнек жаз. Тәуелсіздік мерекесіне ұйымдастырылған концертке 835 ересек адам, ал оларға қарағанда 562 бала кем келді. Мерекелік концертке барлығы неше адам келді? Ересек адам 835, бала белгісіз, бірақ 562-ге кем дейді. Барлығы қанша екенін табуымыз керек. Олай болса, кем десе азайтамыз, 835-тен 562-ні азайтамыз, ол бізде 313 болады. Олай болса, ересек адамдар мен балалар санын қосамыз, қосқан кезде 1188 шығады. Жауабы, мерекелік концертке 1188 адам келді. А нұсқасы, есепті теңдеу құру арқылы шығар. Дүкеннен 750 теңгеге сыйлық сатып алынды. Егер әр сыйлық 150 теңге тұратын болса, онда неше сыйлық сатып алынды? Барлығы 750 теңге, әр сыйлық 150 теңге, қанша сыйлық бар? Олай болса, әр қайсы 150 теңге болатын болса, қанша сыйлық екенін білмейміз, сондықтан x-ға көбейтеміз, тең болады 750 теңге. X табу үшін 750-ді 150-ге бөлеміз, ол бізде 5-ке тең болады. X оны 5 қоямыз. 150 көбейтілген 5, ол бізде 750-ге тең болады. Жауабы 5 сыйлық сатып алынды. Екінші есеп, тіктөртбұрыштың периметрі мен ауданын тап. Мысалы, ұзындығы 25 см, ені 5 см дейді. Периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосамыз, 2-ге көбейтеміз. 25-ке 5 қосқанда 30 болады. 30-ды 2-ге көбейткенде 60 шығады. Олай болса, ауданын табайық. 25-ті 5-ке көбейтеміз, 125 болады. Ауданы 125 см квадрат. Жауабы, тіктөртбұрыштың периметрі 60 см, ауданы 125 см квадрат. Келесі А нұсқасы. Ұзындығы 41 см, ені 20 см. Ұзындығы мен енін қосамыз, 2-ге көбейтеміз. 41-ге 20 қосқанда 61 болады. Оны 2-ге көбейткенде 122 см болады. Аудан табу үшін 41-ді 20-ға көбейтеміз, ол бізде 820 см квадрат болады. Жауабы, тіктөртбұрыштың периметрі 122 см, ауданы 820 см квадрат. Б нұсқасы. Ұзындығы А см, ені Б см. Периметрін табу үшін ұзындығы мен енін қосамыз, 2-ге көбейтеміз. Өрнек түрінде жазамыз, ал аудан табу үшін А мен Б-ны көбейтеміз, ол бізде сантиметр квадрат. Үшінші есеп, есепті шығар. А нұсқасы. Бірінші вагонда 17 бала келе жатыр. Бұл барлық жолаушылардың 3-тен 1 бөлігін құрайды. Екінші вагондағы жолаушылардың бірінші вагондағы жолаушылардан 13-ші кем. Екі вагонда барлығы неше жолаушы келе жатыр. А нұсқасы. Берілген есепке кері есеп құрастыр және оны шығар. Қараңыздар, бірінші вагонда 17 бала бар екен, бірақ ол тек қана екінші вагонның 3-тен 1 бөлігі екен. Екінші вагонда 13-ке кем дейді. Енді қараңыздар, біздер 17-нің 3-тен 1 бөлігін табамыз. 17-ні 3-тен 1-ге бөлеміз, яғни 17-ні 1-ге бөліп 3-ке көбейткенде 51 шығады. Олай болса, барлығы 51 жолаушы бар екен. Ал енді екінші вагон табайық. Ол үшін 51-ден 13 азайтамыз, ол бізде 38 болады. Олай болса, бірінші вагонда 51 жолаушы, ал екінші вагонда 38 жолаушы. Оларды қосамыз, сонда 89 шығады. Жауабы, екі вагонда барлығы 89 жолаушы келе жатыр. А нұсқасы. Берілген есепке кері есеп құрастыр және оны шығар. Бірінші вагонда 17 бала, бұл барлығын тек қана 3-тен 1 бөлігі. Екінші вагонда қанша екені белгісіз, барлығы бізде 89. Біздер 17-ні 1-ге бөліп 3-ке көбейтеміз, 51 болады. 89-дан 51 азайтқанда 38 шығады. Жауабы, екінші вагонда 38 жолаушы келе жатыр. Б нұсқасы. Есептің сұрағын өзгертіп қайтадан шығар. Мысалы, бірінші вагонда 17 бала, бұл барлығының 3-тен 1 бөлігі. Екінші вагонда белгісіз, бірақ 13-ші кем дейді. Біздер тек қана екінші вагон табуымыз керек. Олай болса, 17-ні 1-ге бөліп 3-ке көбейтеміз, 51 шығады. Бірінші вагонда 51 бала бар. Одан кейін екінші вагон табу үшін 13-ті азайтамыз. 51 азайтылған 13, ол бізде 38-ге тең болады. Жауабы, екінші вагонда 38 жолаушы келе жатыр. Төртінші есеп. 1000 азайтылған 794 көбейтілген 3. Біздер 1000-нан 794 азайтамыз, ол бізде 206-ға тең болады. Одан кейін 206-ны 3-ке көбейтеміз, ол бізде 618 болады. Келесі, 645 азайтылған 65. Азайтылған кезде 580 болады. 580-ді 5-ке бөлеміз, 116-ға тең болады. 909 азайтылған 694. Біздер 909-дан 694 азайтамыз, 215-ке тең болады. 215-ті 2-ке көбейтеміз, 430-ға тең болады. Келесі, 167-ні 3-ке көбейтеміз, ол біздің бірінші амал, ол бізде 501-ге тең болады. 501-ге 97-ні қосамыз, 598 болады. Келесі, 345-ке 564-ті қосамыз, ол бізде 909 болады. 909-ді 3-ке бөлгенде 303 шығады. 887-ден 694 азайтамыз, ол бізде 193 болады. 193-ті 4-ке көбейтеміз, 772 болады. 12-ге 458-ді қосамыз, 470 болады. 470-ті 2-ке бөлгенде 235 шығады.
625-ті 5-ке бөлеміз. Ол бізде 25 болады. 630-дан 25 азайтқан кезде 505 шығады. Бесінші есеп. Кесте бойынша есептер құрастырып оларды шығар. Мысалы бізде кетіргіш берілген тауар бағасы 95 теңге, саны 5 дана, құны қанша теңге? Бір кетіргіш 95 теңге, 5 кетіргіш қанша теңге? 95-ті 5-ке көбейтеміз, 475 болады. Жауабы 5 кетіргіштің құны 475 теңге. Ән нұсқасы. Бізде қалам берілген. Бағасы белгісіз, саны 8 дана болса, оның құны 392 теңге болады дейді. Олай болса, 8 қалам 392 теңге, бір қалам қанша теңге? 392-ні 8-ге бөлеміз, 49-ға тең болады. Жауабы бір қаламның бағасы 49 теңге. Бұл нұсқасы. Бізде бояу берілген. Бояудың бағасы 250 теңге. Саны белгісіз, бірақ құны 1000 теңге дейді. Жазамыз. Бір бояу 250 теңге, 1000 теңгеге қанша бояу сатып алуға болады? Мұнды 250-ге бөлеміз, 4-ке тең болады. Жауабы 4 бояу сатып алынды. Алтыншы есеп. Түйіндеулерді шеш. 7 көбейтілген x тең болады 980 бөлінген 2. 980-ді 2-ге бөлеміз, 490 болады. X тау үшін 490-ды 7-ге бөлеміз, ол 70-ке тең болады. X соны 70 қоямыз. 7 көбейтілген 70 490 болады. 980-ді 2-ге бөлгенде 490 шығады. А азайтылған 250 көбейтілген 3 тең болады 500 бөлінген 10. 500-ді 10-ға бөлеміз 50 болады. А-ны табу үшін 750-ге 50-ді қосамыз, 800 болады. А-ның орнына 800-ді қоямыз. 800 азайтылған 250 көбейтілген 3, ол біз 50-ге тең болады. 500-ді 10-ға бөлгенде 50-ге тең болады. 950 бөлінген b тең болады 120 азайтылған 115. 120-дан 115 азайтылған кезде 5-ке тең болады. B-ны табу үшін 950-ді 5-ке бөлеміз, 190 шығады. B-ның орнына 190 қоямыз. 950 бөлінген 190 5-ке тең болады. 120 азайтылған 115 5-ке тең болады. Жетінші есеп. 825 грамм бөлінген 5. Ол бізде 165 грамм болады. 2 центнер 10 килограмм бөлінген 2. 2 центнер ол бізде 200 килограмм болады. Оған 10 қосқанда 210 килограмм болады. Оны 2-ге бөлгенде 105 килограмм шығады. 3 центнер бөлінген 2. 3 центнер 300 килограмм болады. 2-ге бөлгенде 150 килограмм шығады. 6 минут 6 секунд бөлінген 3. 6 минутта, қараңыздар, 1 минутта 60 секунд бар, ал 6 минутта 360 секунд болады. Оған 6 қосқанда 366 секунд шығады. 3-ке бөлген кезде 122 секунд шығады. 410 сантиметр бөлінген 5, ол бізде 82 сантиметр болады. 4 сантиметр 3 миллиметр көбейтілген 2. 4 сантиметр 3 миллиметр 43 миллиметр болады. Оны 2-ге көбейткенде 86 миллиметр шығады. Келесі. 4 метр 59 сантиметр азайтылған 69 сантиметр. Қараңыздар. 4 метр 59 сантиметр дегеніміз ол бізде 459 сантиметр болады. Себебі деген 1 метрде 100 сантиметр, ал 4 метрде 400 сантиметр болады. Оған 59 қосқанда 459 сантиметр шығады. Одан біздер 69 сантиметр азайтамыз. Азайтқан кезде 390 сантиметр шығады. 1 метр азайтылған 48 сантиметр. 1 метрде 100 сантиметр болады. Одан 48 азайтқан кезде 52 сантиметр шығады. 10 дециметр азайтылған 58 сантиметр. 1 дециметрде 10 сантиметр болады, ал 10 дециметрде 100 сантиметр болады. Одан 58 азайтқан кезде 42 сантиметр шығады. Келесі, 8-ші есеп. Әр сағат 2 сағат 15 минут 8 секундтан кейін қандай уақытты көрсетеді? Мысалы, 10 сағат 15 минут 40 секунд, және оған біздер 2 сағат 15 минут 8 секундты қосуымыз керек. 10 сағатқа 2 сағат қосқанда 12 сағат шығады, 15 минутқа 15 минут қосқанда 30 минут шығады, 40 секундқа 8 секунд қосқанда 48 секунд шығады. Келесі, 17 сағат 24 минут 56 секунд. Оған біздер 2 сағат 15 минут 8 секундты қосамыз. 17 сағатқа 2 сағат қосқанда 19 сағат шығады, 24 минутқа 15 минут қосқанда 39 минут шығады, 56 секундқа 8 секунд қосқанда 64 секунд шығады. Енді қараңыздар. 64 секунд дегеніміз ол бізде 1 минут 4 секундқа тең. 1 минуттың 39 минутқа қосамыз. 39 минутқа 1 минут қосқанда 40 минут шығады, және 4 секунд уақыты бар. 19 сағат 40 минут 4 секунд. Келесі, 23 сағат 4 минут 35 секунд. Оған біздер 2 сағат 15 минут 8 секундты қосамыз. 23 сағатқа 2 сағат қосамыз, ол бізде, қараңыздар, 25 сағат болып кетеді. Яғни 25 сағат дегеніміз, қараңыздар, бізде деген қандай уақыт көрсетеді дейді. Бізде 25 сағат деген болмайды, қараңыздар. Мысалы деген сағат 11 болып тұр. Олдан кішкенен кейін сағат 12 болады. Сосын ары қарай түнгі 1 болады. Көрдіңіз ба? Түнгі 1. Ол бізде түнгі 1 сағат, содан кейін қанша? 4 минутқа 15 минут қосқанда 19 минут шығады. 35 секундқа 8 секунд қосқанда 43 секунд шығады. 9-ші есеп. Егер жаяу адам бір жолмен 2 рет жүрмей, барлық жермен жүріп өтсе, онда неше метр жүретінін анықта дейді. Мысалы, қараңыздар, бізде 102 метр жүру керек, одан кейін 210 метр жүру керек, 98 метр жүру керек, 152 метр жүру керек, 160 метр және 70 метр жүру керек. Барлығын қосқанда 792 метр шығады. Жауабы, жаяу адам 792 метр жол жүрді.
Осымен құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.